Енді ары қарай мына Ердоғанның мәселесін қарастырайық. Мәселесін майшаммен қарады деп қазақ айтатындай, Ердоғанның мәселесін біраз майшаммен қарайық. Бұл Ұзынтұра еңкіш шал не білген ойы бар? Бұл Ұзынтұра еңкіш шалдың не білген ойы бар? Бұл шал өзінің тағын сақтап қалу үшін Түркияны үлкен қауіпке апара жатыр. Оған түрік мемлекетінің қалай болуы маңызды емес, маңыздысы өзінің тағы болып тұр. Енді Түркияның уәждеріне құлақ асайық. Түркия бұл уәжді қалай түсіндіреді? Енді осыны барып мен сіздерге қысқаша түсіндіре кетейін. Bir tutam şay içip alayın, ruhsat bolsa. Al, 1 minut. Al, endi әңгімемізді жалғайық. NATO'nun ішкі жағында үлкен саяси жіктеліс бар. Бұл саяси жіктеліс бүгін кеше пайда болған жіктеліс емес. Бұл саяси жіктелістің ар жағында үлкен тарихи негіз жатыр. Бірінші, НАТО құрылғанда Түркия неге НАТОға кірді? НАТОға түріктің әскері керек болды. Неге? Бірінші, Корей түбегінде соғыс болғанда түріктің әскері ең көп өлді. Содан Түркия Корей түбегінде әскер жіберіп, еңбек сіңіріп, сол заманда дүниеге үлкен қауіп төндіріп отырған Совет одағы империясынан қорғану мақсатында құрылған НАТОға Түркия мүше болды. Неге? Ол заманда шынында Совет одағы өте қауіптел болды. Түркияға да жан керек болды. Түркияға да жан керек болды. Бұл бір. Екіншісі. НАТОға Түркияның географиялық жері керек болды. Стратегиялық жері керек болды. Қара теңіз керек болды. Себебі Түркия НАТОға қосылса, Совет одағын НАТО кеңірдектен қысады. Совет одағының бірден бір қатпайтын жылы порты Қара теңізде. Ал Қара теңіздің аузын түрік ұстап отыр. Түрікті өзінің қатарына қосып алса, түріктің қол арқылы Совет одағының кеңірдегін қысады. Совет одағының порттары бар. Жапон теңізіндегі, Сахалиндегі порттарынан тартып, мынау Финландия, Норвегия, Швеция жақтағы, мынау солтүстік жақтағы порттарына дейін бар. Бірақ бәрі қыста қататын порттар, терең порттар емес. Тауар тасымалдауға, әскери қару-жарақ тасымалдауға, суасты сүңгуір кемелерін жүргізтуге, оның бәрі қолайлы бола бермейді. Ал қолайлы Қара теңіз. Қара теңіз деген ол бүкіл осы айналасындағы елдердің үлкен алаңы, саяси алаң, тауар алаң, ол үлкен базар, теңіздегі үлкен базар. Ол жерде дегенің енді ары бері ауыспайтын затта жоқ. Қылмыскеріңді ауысып жатады, қаруыңды ауысып жатады, шпиондарды ауысып жатады. Бық-бық еткен Қара теңіз, ол үлкен бір қайнаған қара қазан ол. Енді осыдан барып әңгіме туады. НАТОға түріктің әскері керек болды. 1. НАТОға түріктің стратегиялық орны керек болды. 2. НАТОға түріктің географиялық орны керек болды. 3. Ал түрікке ол кезде Совет одағынан қорғану керек болды. Және анау араб ұлтшылдығынан қорғану керек болды. Араб ұлтшылдығынан. Себебі ол арабтың барлығы кезінде, Осман Түркі империясы кезінде түріктің қол астындағы боданы болған елдер.
Осман Түркі империясы дүниедегі ең ұзақ жасаған империялардың бірі. Ол заманда қазіргі Мекке, Мединең, қазіргі Палестинаң бәрі түріктің қол астындағы ел болды. Енді қара. Енді осыдан барып әңгіме туады. Түрік пен Еуропа одақ екен. Түрік пен батыс одақ екен. Енді олар неге күрдтерді қолдайды? Бұл жерде бір фактор тұр. Ол еуропалықтардың дені кімдер? Христиандар. Еуропалықтардың дені кімдер? Ақ нәсілділер. Бұл ақ нәсілділердің, христиандардың ішкі жағында тағы мынандай бір изм бар. Яғни ақ нәсіл үстемдігі деген. Барлық нәрседе ақ нәсілділерге үстемдік беретін өздерінің ішкі бір сондай бір бейімдері, ағымдары бар. Енді олар НАТОға Грекияны кіргізбекші болды. Грекия деген қай ел? Ол түріктің көршісі. Қазіргі Истанбул Гректің ескі қаласы болатын. Қазіргі мынау қазақтар ұшып барып, ой, қаулайлым деп жаңағы теңіздің бойында отырып ән айтатын. Мына Қазақстандағы ана бәленбай $1 миллион бөлінген, бюджеттен бәленбай $1 миллион бөлініп, ана әртістерге айтады. Әй, 100 $1 миллион бердім, бір 100 сериал түсірсінші деп бере салады біреуге. Ол кім? Біздегі мынау президенттің маңындағы біреу. Сосын ол $100 миллион алып, оның бір $90 миллион қалтасына тығады. Швейцарияға, Еуропаға, Америкаға, Виргин аралдарына, Бахама аралдарына тығады. $100 миллион $90 миллионы қазақтың қалтасына кетеді. Сосын $10 миллион алады да, ой, артистер дейді. Сонымен қалың артист жетеді. Әй, бір 100 сериал фильм түсіру керек екен, мына қазақтарды алдап, қиялдап жаңағы деп аузан қайып отыртатын. Сөйтіп қазақтарды улайтын, ұйықтататын 100 сериал керек екен дейді. Оған қанша ақша бөліпті дейді. 10 миллион бөлінді, осы 10 миллионды жеткізейік дейді. Содан қазақтар кетеді. Ана сен сценарий жаз дейді. Анау дейді, жаңа сұлу қыздарды алады. Ол сұлу қыздарды әртістікке, киноға түсіру үшін қайтеді. Ол ана жоғарыдағы министрлермен бір айтпай-ақ қойым. Бұлай болса ғана ол кино түсіреді. Бұлай болмаса ана министрлер, анау шалдар, өз жақсы бал екесің, өз болашағың бар, өзі қолаяғың балғадай деп шалдар, министр шалдар батасын берген әртістер ғана кино түсіреді, естеріңізде болсын, солар батасын беріп, жаңағы Әкеш маңдайыңнан иіскейін, тиіспейін деп жаңағы иіскейін, тиіспейін дейді, ар жағын өздеріңіз фантазияларыңызбен ойлап алыңыздар. Содан жаңағы $10 миллион фильм ақшаға 100 сериал фильм түсіреді. Ал сериалда Түркияға қазақтар ұшып барады. Жаңағы жігіт екеуі жүріп, махаббат болып келе жатады да, сонымен қыз ренжіп қалады. Сосын қыз ренжіп қалады да Истанбулға ұшып кетеді. Содан деп түріктің аңыраған музыкасын қойып, Истанбулда не бір жерде қалың жаңағы шағалалар ұшып, ана бір 5 метр ұзын созылған көйлекті киіп алып шағаладарды ұшырып қойып түсіретін жерлер бар. Жаңағы соларды көрсетіп, ана дәруіштер бүйтіп басына ұзақ әлгі сақтардан қалған ескі ұзағы ма жоқ басқасы ма ұзақ бір төбесі мынандай 1 метр келетін қазақтың ана баяғыдағы сәукелесі сияқты. Сәукелесін киіп алып бір дәруіштердің бүйтіп билейтін биі бар. Соны қойып аңыратып, деп аңыратып, сон жарым фильм Қазақстанда, жарым фильм Түркияда түсіреді айту. Сол бытқиды. Соның барлығы сол мысалы қазақтардың ұғымында Түркия сол. Қазақтың ұғымындағы Түркия қалай? Қазақтың ұғымындағы Түркия донер, қазақтың ұғымындағы Түркия әйнек стақанға құйылған ашты қара шай, қазақтың ұғымындағы Түркия жаңағы бөрік, қазақтың ұғымындағы Түркия жаңағы дөнерден басқа не бар? Шаурма. Қазақтың ұғымындағы Түркия қара теңіз, қазақтың ұғымындағы Түркия Бериван, қазақтың ұғымындағы Түркия жаңағы жасмин, қазақтың ұғымындағы Түркия ана бір қатын бір сериалды бастап, сол сериал аяқтағанға дейін 100 еркекке тиіп шығады.
ағасына да тиеді, інісіне тиеді, нағашы атасына да тиеді, ең соңында жиен баласына да тиеді. Бір қатын шығады, сол сериал аяқтағанша 100-ші байына тиіп шығады, түрмеге де түседі, министр де болып кетеді, анаумен де жатады, мынаумен де жатады, сүйдім, күйдім дейді. Бол енді түсінбейсің енді. Қазақтың ұғымындағы түріктің сериалдары сол енді.